Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар таза үннен тұрады, ал үн өкпеден шыққан ауаның дауыс шымылдығынан, өкпедегі дірілінен пайда болады. Дауысты дыбыстар былайша жіктеледі. Тілдің қатысына қарай дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Жуан дауысты дыбыстар А, О, О, яғни төртеу. Жіңішке дауысты дыбыстар Ә, Е, Ү, саны бесеу. Дауысты дыбыстар жақтың қатысына қарай ашық және қысаң деп екіге бөлінеді. Ашық дауысты дыбыстар бізде А, Ә, Е, О, Ү. Бұлардың да саны бесеу. Қысаң дауысты дыбыстар О, Ү, яғни саны жағынан төртеу. Ерінің қатысына қарай дауысты дыбыстар тағы да өз ішінен екіге бөлінеді. Олар еріндік және езулік дауысты дыбыстар. Еріндік дауысты дыбыстар О, Ү, саны төртеу. Езулік дауысты дыбыстар А, Ә, Е, саны бесеу. Барлық дауысты дыбыстар дауыссыздармен тіркеседі және сөзде буын жігін құрайды, яғни буын құрай алады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.